Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Мына бүгін менің ешкім февральдың шыбышым ғой енді. Февральдың 24-інде қашып кеткен шыбышым. 24-інде қашқан шыбышым. Міне бүгін 143-ші күн дегенде, енді бұны қалай санайтын мен білмеймін ғой, мен ветврач емеспін, бірақ 24 күні әйтеуір енді орысша айтқанда, извините за выражение деймі, жаңағы текенің секірген күні 24 февральда. Содан 25-і бір күн деп есептегенде, 25-нен бастап есептегенде, бүгін 143-ші күні, міне 17 июль. Ешкім бүгін что-то не то болып тұр енді. Что-то не так болып тұр ма? Ауырып тұр енді. Көрініп тұр. Көп іштеңе жемей тұр, шаршап тұр, қайта-қайта жата береді. Бүгін 143-ші күн. Енді наблюдать етіп қарайық. Мен просто осыны эксперимент жасап енді түсіріп қарап нетіп жатырмын ғой. Енді қай күні точно, қай күнге келетіні енді Алланың қолындағы. Предполагаемый срок. Жаңағы человек предполагает, Бог располагает дейді. Предполагаемый срок бұған енді так 143 12 күн, значит, енді где-то 26-27-леріне ма сондайға келіп тұр ғой бұның туатын күні. 150-155 күн дейді. 7 күн, 17-сі, 25-теріне қарай өшім келіп тұр күні енді. Предполагаемый срок. Бүгін енді поведениесі что-то не так болып тұр енді. Бірақ пока арты ештеңе жоқ, тыныш. Артында ештеңе жоқ. Енді пока таза, бірақ ауырып тұрғаны көрініп тұр. Макуискамның ауырып тұрғаны көрініп тұр. 143 күн. Қай күні қалай туатынын өзіме де көргім келіп тұр, қарағым келіп тұр. Точно күні қандай болатынын. Ешкі 150-155 күн көтеріп туат дейді. Енді бүгін 143-ші күн. Алла дегенге жеткізсін, аман болайық, заман тыныш болсын. Менің шыбышымның күйі осындай болып тұр. Қазір тек шөп жеп тұр. Жасыл шөпке де байлап қойып отырмын. Жасыл шөпте жейді, мынандай рулон шөпті де жеп тұр. Қазір енді жем беріп жатырған жоқпын. Желінін түсіріп кішкене желінін түсіріп келе жатыр. Аллаға аманат енді. Ертең қараймыз поведениесін қандай болатын. Сау саламатта болыңыздар. Заман тыныш болсын. Мал жанымыз көбейе берсін. Аман болайық.